Сәлем достар, бүгін сіздермен дәрумендерге өте бай салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться түймешесін басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бізге қажет болады піскен қызылша және дәл осындай алмалар, грек жаңғағы қажет болады. Ең алдымен алмаларымызды дәл осылай қабығынан тазалап аламыз. Ал енді піскен қызылшаларымызды да қабығынан тазалап аламыз. Тазалап болғаннан кейін таза ыдысымызға қызылшаларымызды теркамыздың майда тісінен өткізіп аламыз. Ал енді алмаларымызды да теркадан өткізіп аламыз. Енді ортақ ыдысымызға грек жаңғағымызды саламыз және майонезімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін тәрелкелерімізге әдемілеп саламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылыңыздар және қоңырауша түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңадан шығатын видеоларым сіздің телефоныңызға SMS болып барып тұратын болады. Бетін өзіңіз қалауыңызша әсемдей аласыздар. Келесі видеоларға дейін сау сәлеметте болыңыздар.